Сәлем балалар. Мен бүгін сендерге жаз уақытында иттердің породалары туралы ақпарат бергім келіп тұр. Алдарыңызда тұрған ол неміс догы иті, немецкий дог деп аталады. Бұлар өте сымбатты иттер болып табылады. Оның сыртқы келбеті күш пен қуатпен үйлеседі. Тұқым туралы алғашқы деректер ежелгі Мысыр құжаттарында кездескен, яғни біздің заманымызға дейінгі 3000 жыл бұрын. Жылуды жақсы көреді, сондықтан доққа үйдегі ең жылы орын берілу керек. Яғни ит, дог дегеніміз. Үлкендігіне қарамастан түнде жалғыз жүруден қорықпайды бұлар. Сондай-ақ басқа иттермен төбелесуге құмар емес. Бұлардың биіктігі 82 сантиметр құрайды, салмағы 90 килограмм. Яғни күзететін де қасиеттері бар, қалада да өмір сүруге бейімділігі бар, яғни осындай ерекшелігі бар. Келесі иттің тұқымы ол бізде пули. Пули бұл жұмысшы ит. Әрдайым жақсы физикалық қалыпта болуы керек. Сондықтан оған ұзақ серуендеу, жүгіру және ойындармен бірге тұрақты жаттығулар қажет. Пулидің жүнін күту де оңай. Ол түлемейді, сондықтан жүн тараудың қажеттілігі жоқ. Туа біткен сақтығы оны тамаша күзетеді. Бұның биіктігі 47 сантиметр, салмағы 15 килограмм. Яғни күзететінде қасиеттері бар. Қалада да бұлар өмір сүре береді. Келесі ол бізде ши цу иті. Бұл Қытайдың ең көне ит тұқымдарының бірі болып табылады. Бұрын бұл иттер император сарайында ғана ұсталған. Аңыз бойынша ши цу Будданы жолда ертіп жүріп, қажет болғанда алып арыстанға айналып, оны қорғаған. Тағы бір аңыздарда бұл тұқым 7 ғасырдың басында Тибеттен Византияға жеткізілгені айтылған. Сондықтан оның европалық тамыры да болуы мүмкін. Бұның биіктігі 26 сантиметр, салмағы 8 килограмм. Яғни күзетшілік қасиеттері бар, қалада да өмір сүруге бейім болып келеді. Келесі ол бізде салуки, немесе салюки дейміз. Мүмкін бұл ең көне ит тұқымдарының бірі шығар. Салюки бейнелері біздің заманымызға дейінгі 3,5 мың жылдарға жатады. Бәдәуилер бұл тұқымды Алланың сыйы деп санап, ерекше құрметтеген. Шатырда бірге тұрған, аңшылық орнына түйемен жеткізілген, сабырлы әрі төзімді. Салюки бірнеше сағат бойы олжасын қуып жете алатын болған. Бұл иттің биіктігі 71 сантиметр, салмағы 27 килограммды құрайды. Келесі ит ол бізде грейхаунд. Грейхаунд қазіргі барлық тазы тұқымдылардың арғы тегі болып есептеледі. Ол ежелгі Мысыр заманынан белгілі. Қысқа қашықтыққа жүгіруде ең жылдам иттердің бірі. Қоянды 100 метрге жетпей қуып жете алады. Жылдамдық рекорды сағатына 67 километрді құрайды. 16 ғасырдан бастап Европада грейхаунд ұстау тек ақсүйектердің артықшылығы болған. Бұның биіктігі 76 сантиметр, салмағы 32 килограммды құрайды. Келесі Сен-Бернар иті. Өте адал және тіл алғыш ит. Бұл тұқым әлі күнге дейін Альп тауларында қар көшкінінің астында қалған адамдарды іздеу үшін пайдаланылады. Адамды тапқан соң Сен-Бернар оның қасында жатып, денесін жылытады. Қар көшкінін сезетін ерекше түйсігі бар. Ең танымал Сен-Бернар ол Барри. Оған ескерткіш қойылған. Ол өмірде 40 адамды құтқарып қалған. Биіктігі 79 сантиметр, салмағы 80 килограммды құрайды. Күзетшілік қасиеті бар, қалада өмір сүруге бейімделген. Келесі ол бізде английский бульдог, ағылшын бульдогы дейміз, бірлестер барлығымыз. Англияның ұлттық иті болып саналады. Ол нағыз джентльменге тән қасиеттерді, байсалдылықты, сабырлылықты, консервативтілікті және асқақтылықты бойына жинаған. Бульдогты бір іске қызықтыру оңай емес. Табиғат оған ерекше жалқаулық берген. Сондықтан ол жайлы жерде тыныш жатқанды ұнатады. Биіктігі бұлардың 41 сантиметр, салмағы 25 килограмм. Күзетшілік қасиеттері бар және қалада өмір сүруге бейімделген. Келесі ол бізде японский хин, немесе жапон хині дейміз. Бұл тұқым Қытайда өте ертеде пайда болған. Жапонияға
оларды шамасы біздің заманымыздан 732 жылы императорларға сыйлық ретінде әкелген. Бұл иттер сатылмаған, тек ең құрметті адамдарға сыйға тартылған. Европаға жапон хины ағылшын патшайымына сыйлық ретінде жеткізілгеннен кейін танымал болды. Бұл нәзік иттер үлкен физикалық жүктемені қажет етпейді. Биіктігі 30 сантиметр, салмағы 3 килограммдық қасиеті бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта ары қарай осы басқа да иттердің қолтықымдарын, пародаларын сіздерге таныстыратын боламын.